Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай үй жағдайында дәмді әрі өте жұмсақ болып шығатын пицца дайындайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды, үстінен сүтімізді, қаймағымызды, майонезімізді, тұзымызды, қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң үстінен ашытқымызды салып, ыдысымыздың бетін жауып, 15 минутқа қалдырып қоямыз. Он 15 минут өткеннен кейін біздің ашытқымыз осылай көтеріліп, реакцияға түседі. Енді тағы да венчикпен бір араластырып жіберіп, қамырымызды илейтін боламыз. Міне қамырымызды осылай илеп алдым, жұмсақ етіп, осылай басқа ыдысқа орналастырып, енді бетін жауып, қамырымыз көтерілгенше жылы жерге қалдырамыз. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, менің арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, алдағы уақытта жақсы пайдалы рецептер шығатын болады. Міне уақыт өтті, қамырымыз осылай көтерілді. Қамырымызды дөңгелектеп аламыз және де қағазымыздың үстіне орналастырып, 2-3 мм қалыңдықта шұқалау етіп, жайып шығатын боламыз. Жайып болғаннан кейін қамырымыздың үстіне соусымызды жағып, пиццамызды дайындауға кірісеміз.
Пиццамыздың бетіне жағатын соусты дайындаймыз. Ол үшін 1 қасық қаймақ, 1 қасық кетчуп, 1 қасық майонез және де 1 қасық томат пастасын алып, осылай барлығын бір келгі етіп араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін пиццамыздың бетіне барлық жеріне жететіндей етіп, бір тегіс қалыпта жағып шығамыз. Енді пиццаларымыздың салмасына кірісетін боламыз. Салмасы ретінде мен осындай қызанақты және шұжықты пайдаландым. Сіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша кез келген салманы салсаңыз болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бұл пицца үй жағдайында жасауға өте ыңғайлы және өте дәмді болып шығады. Пиццамыз осылай пісіп шықты. Енді бетіне сырымызды сеуіп, тағы да пешімізге 5 минутқа салып алатын боламыз. Содан кейін пиццамыз дайын. Кесіп, дастарханға ұсынуға болады. Міне пицца пісіп шықты. Сырмен бірге жақсылап кесеміз. Міндетті түрде сізде жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, менің арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Келесі жаңа видео рецепттерде кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған әдемі видеоны соңына дейін көріп, маған қолдау білдіргеніңізге үлкен рахметімді білдіремін. Келесі видео рецепттерде кездескенше сау болыңыздар.